Boyagina sizga ko'rsatdik yangi moddalarni. Ko'rganingizdek, qoraqalpoqlarga tegishli moddalardan suveren so'zi olib tashlangan. Va bu juda to'g'ri taklif qilingan o'zgartirish edi. Chunki bir mamlakat hududida mustaqil davlat bo'lishi mumkin emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, tarixiy faktlarga ko'ra Qoraqalpog'iston degan davlatning hech qanday tarixiy asosi yo'q. 1945 жылда Толстов Хорезмге qaytib keladi ham 1950 жылға шейін Сарай үлкен Хорезм археология этнография экспедициясының тикарыға объекті болады. Сонымен біргелікте бұл экспедиция мектеп ретінде де қызмет еткен. 1965 жылда болса археолог Елена Евдокимовна Неразик басшылығындағы группа қаланың кварталарын қазуды бастайды. 1976-1982 жылдардағы қазу жұмыстары нәтижесінде 150-ге жақын бөлме ашылды. Олардың көпшілігі диуаллары онша биік болмаған дәрежеде сақланып қалған. Солай етіп Топраққала хақындағы монография 1981 жылда басып шығылған. 30 жылдан астамырақ уақыт алып барылған археологиялық зерттеулер нәтижесінде Топраққаладан бұрын ілімде белгісіз жаңа архитектуралық құрылыстар, хайкеллер, суретлеу көркем өнерінің шығармалары анықтағы архив ашылды. Сондай-ақ 21 мыңнан астам гулал ыдыстар менен олардың бөліклері табылды. Олардың арасында дән һәм су сақлау үшін ісленген жүдә үлкен гүзелерден бастап салтанатлы байрам дастархандарын безеу үшін жүдә нәзік етіп даярланған шарапқа шекем ұшырасады. Сондай-ақ олардан басқа қоладан ісленген тұтқалы айна, піл сүйегінен даярланған адам хайкелі, сырға, жүзік, моншақ, тарақ, күміс ыдыстар, сонымен біргелікте қымбат бақалы болған безену тасларының түрлері ұшырасады. Олардың көпшілігі қаланың өзіндегі зергер ұсталар тарапынан істенген. Мағлұматларда келтірілуінше, сол уақытта бұндай бұйымларды істетуін зергер болғанлығы айтылады. Осы жерден табылған бір күміс, 140 мыс теңгелер болса, қалада ақша айланысының болғанлығы хақында дерек беріп қоймай, бәлкі олардың көпшілігі осы жерде құйылған деп те болжауға болады. Сондай-ақ сарайлардың бірінен алтын жалатылған күміс те табылған. Бұнан сқары бұл жерден табылған архар шағы қарақалпақлардың шаңарақты әрқилы жаман рухлардан һәм тіл көзден сақлау мақсатында диуалға, есікке, қошқар шағын ілдіруі дәстүрін еслетеді. Сондай қала құрылысына миллионлап пайдаланған гербишлерде салынған белгілердің қарақалпақлардың руларының тамғаларына ұқсастықтары апуайы нәрсе емес. Бұлардың барлығы қарақалпақ халқының әгемгі тарихын үйренуде қызмет ететұғын бейбақа деректер болып есапланады. Қаланың бай тарихи мәдени деректері арасында халқымыздың үріп-әдет дәстүрлеріне, көркем өнеріне тән болуы мүмкін. Мәселен, көптеген мағлұматларда Топраққаладан табылған теңгелер менен диуалларда суретленген реңлі суретлердегі патшалардың басындағы тажлар менен ханзадалардың құлақларындағы тағыншақлар қарақалпақ қызларының сәукелелерін, сырғаларын есететұғылығын профессор Сергей Павлович Толстой уақытында атап өткен еді. Қаланың төменгі сарайындағы заллардың бірінің диуалындағы реңлі бояулар менен берілген мархумды жоқлау көрінісі қарақалпақлардың өліні жоқлау дәстүрі менен үнлесіп кетеді. Деректерде келтірілуінше, қазір бұл қаладан табылған естеліктер Москвадағы шығыс мәдениет музейі менен Санкт-Петербургтағы Эрмитаж залларында сақланып тұрыпты. Бүгін tinch aholini aqlini o'g'irlab ko'chaga chiqib, mustaqillik, ozodlik deb bo'kirayotgan separatistlarga tarixni eslatib qo'yish vaqti keldi. Черный Колубуки халқы хақында тикарғы деректерді жазып кеткен тарихшылардың бірі, бұл парсы тарихшысы Рашиддиннің айтуы бойынша, Бату хан рус жерлеріне қарай жүргенде, ол жерлерде руслар менен біргелікте қарақалпақлар да жасар еді дейді. Яғни қара бас киімлі халықлардың елі еді деп жазып кетті. Рашиддин бұл жазбасын 1240 жылы жазып қалдырған. Рашиддиннің бұл халық хақында, яғни қарақалпақлар деп жазуының нәтижесі не себептен болды деген сұрауға мен өзімнің пікірімді айтып өтсем. Печенеклер 6 ғасырда Арал бойында рулық ауқам болып қалыптасқан халық сипатында танылған. Сонымен біргелікте 8-9 ғасырларда Арал аймағында, яғни Хорезм мемлекетімен ауқамлас қалпақлар, қара қалпақлар деген халық бар еді. Яғни 8 ғасырда печенеклердің жасаған жерінде, жасап атырған дәуірінде Хорезм шахы алтын ташпенен әскери ауқамда тұрған қалпақ батырдың тарихта жазылғаны бар, деректер бар. Яғни қалпақ батырдың артында тұрған әскери
әскерлері қолбасшының қарауындағы әскерилердің бәрін қалпақлар деп атаған. Сонымен біргелікте сол дәуірде бұл халықтың атамасына қара сөзі қосылып айтылған, енді қара қалпақлар. Бұл Хорезм шахлығының аймағында пайда болған қара қалпақлар деген әскери қатлам, әскери халық. Бұлар Хорезм мәмлекетін арқадан келетұғын қимақлар, бағана айтып өткеніміздей қимақлар, печенеклер, оғызлар, яғни көшпелі халықларға қарсы тұра алатұғын стратегиялық Хорезмнің әскери күші. Һәм бұл пайда болған әскери күш өз алдына халық қауым сыпатында сол жерде тикарынан қалыптасқан халық, яғни қара қалпақлар деген. Қара сөзінің мәнісі көп деген мәністі білдіреді. Алтын таштың тарихын қарайтын болсақ, Хорезм шах алтын таштың тарихын қарайтын болсақ, бұл жерде қара қалпақпенен түзілген шартнамалар, қалпақ халқыменен болған ортадағы алыс беріслер, сонымен біргелікте саяси көзқарастағы бір-біріменен болған наразылықлар, яғни алтын таштың осы халықтың күшіне, көмегіне мұқтаж екенлігі тарихта анық-қанық жазып қалдырылған. Яғни менің айтайын дегенім, сол 8-ші әсірде пайда болған қарақалпақлардың 9-ші әсірде оғызлардың келіп әскерилердің батысқа қарай көшіп кетуінің нәтижесінде бұл халық өзінде сол атаманы сақлап қалған һәм Черный Колубуки әскери қауым пайда болған уақытта сол атаманы өзлеріне қойған деген пікірдемін. Келесі сәубет кешекем, хош аман болың. Қазіргі пайғамбарлар қыссасын жазған Рабғозия сол жерден Тоққаладан шыққан Нөксірәнің келтіресін қазір. Мысалы Сайып Сарай, Алтын Орда дәуірінде атақлы шайыр Сайып Сарай Гүлстан бет Түркиді жазған. Ата басы сол Кедерден шыққан. Сол жер өзіміздің жерлесіміз. Мәселен араб грамматикасының тикарын салған бар ғой, араб ілімін істеген. Сол біздің жеріміз, шынында тақадырсын алсаң, Әз-Замақшари. Сол жерден шыққан ол. Әз-Замақшари. Көріп тұрсыз ба, олардың айтылып атырған тарихлары дұрыс. Мысалға айтады, Бабур наманы бізге оқытып атыр, Тимурдың түзіклерін үйретіп атырды, бірақ дұрыс үйретіп атырған жоқ деп сол тарихшылар айтып атыр. Себебі ол жерде білесіздер ме, Әмір Тимурдың түзіклерінің бірінші статьясы, яғни бірінші түзігі не деп аталады, білесіздер ме? Мәуереннахрды өзбектерден тазалау керек деген сөз бар. Мәуереннахрдан өзбектерді тазалау керек, Мәуереннахрдағы өзбектерді өлтіру керек деп жазылды. Көрдіңіз бе? Сол тарихшылар соны оқыған, соны айтып атыпты. Бабур наманы, сол Әмір Темір түзіклерін біз оқымауымыз керек. Я бірде халыққа дұрыс жеткізуіміз керек деп. Mening taklifim, yangi konstitutsiyadan Qoraqalpog'iston so'zini umuman chiqarib tashlash kerak. U yerlar O'zbekiston Respublikasi hududi. Интересно вопрос с идентификацией, потому что я, например, во всем мире, я тоже узбек, но я сам себя не понимаю, как идентифицировать и как вообще люди себя идентифицируют. И хотел бы как раз-таки поговорить, вот слово «узбек», оно что означает и откуда оно вообще пошло? Ну, версий много. Ну, в советское время была такая версия. Узбек — это имя хана Золотой Орды, который жил в 14 столетии. В последнее время появилась новая теория, именно автор этой теории Фархад Максудов. Он продвигает идею, что узбек произошло от слова «субеги». Это как воин в 7 веке. Так называли воинов. То есть это было военное сословие, а потом оно пришло название народа. А в название народа это примерно 16 век. Это когда Шибани-ханом пришли узбеки, как пишут это историки, да, или Бабур пишет тоже, да, и Шибани-хан пришел со своими узбеками. Это, но узбеки — это там не этничность все равно, это некое объединение племен. Нужно понимать, это, то есть в 16 веке или 14 столетии не было понятия этничности или этноса. В современном понимании этого слова, потому что все это появилось... Как национальность вы имеете в виду? Да, как национальность, как этничность. Были племена разные, названия племен, объединения, роды, да, какие-то, но не понималось как единство.
То есть как народ, как этнос, как в современном европейском понимании, потому что все это появилось в 20 столетии. До этого же по-другому все это понималось. Mana bizda savol kelgan ekanda, biz hech shuni tagiga yeta olmayapmiz. Endi balki yetish kerakmi, yo'qmi degan savol ham bor. O'zbek qayerdan kelib chiqqan? O'zbek xondanmi yoki men o'zimga bekmandanmi? Nimadan kelib chiqqan degan savol. Endi qiziq narsa, aslida aynan o'zbek degan nima 14 o'sha O'zbekxon davrida shakllanib, Abulxayrxon davrida 100 yil o'tib kengaygan bo'lsa, bu yoqqa Shayboniyxon bilan kelib bizni hududga kelgan paytda begona muhitga umuman boshqa nimaga, boshqa til muhitiga tushmadi-da bular. Kelgan paytda ham o'sha yerda bu yerda qarluqlar bor, barloslar bor, arlotlar, jaloyirlar degan turkiy urug'lar bor. Ya'ni turk mo'g'ul urug'lari bu yerda bor. Bor. Lekin u yoqda yoppasiga kelgandan keyin Nom kirib keldi. nom birikyapti-da, yana necha yillardir bular joylashib Samarqand atroflarida, Qashqadaryo atrofida, Toshkent viloyatida, butun Jizzax vohalarida, vodiyda joylashib, masalan, Bitnayman, Barlos degan qishloqlar paydo bo'layotgan bo'lsa, bular 20-asrgacha o'zbek xonliklari deb bilinib kelyapti. Lekin bitta millat bo'lish davri bu 20-asrda bular o'sha turk, barlos, falon deb bo'linadiganlar hammasi birikib o'zbek degan nomni olish kuchi bir qat'iylashish, bir nima deydi, qolipga tushish nimasi bo'ldi. Ungacha turk deb 16, 17, 18 asrda men o'zbekman deb aytilmagan. Shunday demoqchimiz? o'zbekman deb aytganda qanaqa ma'noda? Agar askar harbiy bo'lsa aytgan. Masalan, Abulg'ozi Bahodirxon 17-asrda aytadi. Men dedi, turkmanlar bilan kurashdim, ironiylar bilan kurashdim. Butun Xorazmda xonlik qilgan paytda o'zbegim qolmagan edi. Orolga borib o'zbek olib keldim dedi. U yerda millat emas, bu yerda o'sha urug'iga mansub harbiy odamni olib keldi. O'zbek degan boshida Tarafdorlarini desak to'g'ri bo'ladi. tarafdorlarni olib keldi. Я хочу вам сказать, что не в Бухарском Эмирате, не в Хивинском ханстве, не в Каканском ханстве, в полной мере, в соответствии с современным пониманием государственного языка, не узбекский, не персидский, не староузбекский, не чагатайский языки не были государственными в полном смысле этого слова. Va shu yerda yana bir fikrimni qistirib ketsam, millatimiz uchun nomus masalasi ekanini har bir o'zbekistonlik bugun tushunib yetish kerak. Respublika prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bir o'zbek sifatida aytaman. Qoraqalpoq masalasi bo'yicha sizga taklif qilingan konstitutsion o'zgarishlardan chekinmang. Aksincha, yangi konstitutsiyadan Qoraqalpog'iston degan so'zni chiqarib tashlash kerak ekanini ayting bugun millatga. Qoraqalpoq turkiy millat, ular ham o'zimizniki bilmaysizlarmi? Qoraqalpoq O'zbekiston hududida hamma bilan teng huquqlarda yashab o'tiribdi. Kerak bo'lsa Qoraqalpog'istonning imtiyozlari ham hammanikidan ko'p. Yonida, bitta joyda, Orol hududida Qoraqalpoq Xorazm yashab turibdi. Xorazmda imtiyozlar yo'q. Qoraqalpoqda imtiyozlar juda ham kuchli. Kim ularni alohida ko'ryapti? Faqat davlatni отдельный chiqarishmoqchi. Yer kimiki? Jo'ra, to'ng'iz, yer kimiki? Yer meni ota-bobomniki, Xorazmniki, Xorazm beklarini yurti u. Nima haqqi bor uni отдельный chiqarib ketishga? Yana bir papitka bo'lsin. Hozirki bu safargisida hukumatni kuchi yetdi O'zbekistondan shularni bostirishga. Agar O'zbekistonning kuchi yetmay qolgan kuni yana bir shunaqa papitka qilsa, dunyodan vagon оружие yuboramiz shu yerga. Itday qirib tashlaymiz, aytib qo'y. Itday qirib tashlaymiz agar alohida bo'lamiz desa. 1 millionta qarindoshlarimiz yashaydi bizani Qoraqalpog'istonda. To'rtko'l, Beruniy, Mangit, Ellikqal'a Xorazmliklar yashaydi. 1 milliontasini olib ertaga genotsid qilishsinmi? Hukumatning kuchi yetsa, hukumat shug'ullansin. Hukumatning kuchi yetmay qolgan kuni biz shug'ullanamiz. O'zlaricha nima qilib, o'zlaricha bir qilib yurgan bo'lishlari mumkin. Xomtama bo'lishadi. Chimichga chaqqanday qilib tashlaymiz. U hazillashmas u Xorazmning bolalari bilan. Uni ana nimada Rossiyaning arxivlarida nimasi bor u? Xiva xoni bilan Qoraqalpoqlarni qabila boshliqlari o'rtasidagi shartnoma bor.
Nima asosida chaqirib kelgan, nima asosida kirdi ular? O'zlari keldi, yer so'rab. Nima asosida, qanday shartlar bilan yashash kerak edi? Hammasi yozib qo'yilgan. Nima o'zing kelib turib, birovning yerini, Isroil kelib turib, Falastinning yeriga o'rnashib olib, irg'itib yotibdi-ku falastinliklarni. Xuddi shunday gap. Biz uni qoraqalpoqlarni qozoqlar qirg'in qildi. Bundan 300 yil oldin. Undan oldin o'zlarini Volga bo'yidagi xalqlar, qalmiqlar qirg'in qildi. Xorazm xonining yoniga yordam so'rab keldi. Xorazm xonini o'zi ahmoqda, o'shalarga yer bergan bir Xorazm xoni bor. O'shani aybi bilan bo'ldi. Nimaga? Xorazm xoni Chingiziyzoda. Chingiz xonning avlodidan bo'lgan, Qo'ng'irot sulolasidan bo'lgan Xorazm xoni qoraqalpoqlar qarindoshda bizning xonlarimizga, bizni Xorazm xalqiga to'g'ri turkiy millatligi tomonlama qarindosh. Lekin urug'i bir emas. Xorazmliklar bilan Xorazmning xalqi bilan qoraqalpoqlarning urug'i bir emas. U boshqa xalqlar. Lekin Xorazmning tepasida o'tirgan xon, bularga yer bergan xon, u nimalardan? Chingiziylardan, Qo'ng'irotlardan bir-biriga qarindoshligi bor. Shuning uchun keldi qoraqalpoqlar. Ana shu yerda bir qarindoshimiz bor deb keldilar. Ularga xon yer berdi. Xon Xorazm xalqini ruxsatisiz berdi bu yerni. Ana shu shartnomalar bor. Berganda ham seni yering deb berib olmadi, ijara asosida yashashdi. Tepadan keladigan hujumlarni qaytarib turish kerak edi. Qilmadi uni qoraqalpoqlar. Janubda turkmanlar qildi, vazifasini bajardi. Turkmanlarga ham shu yerdan yer berilgan edi. Erondan keladigan hujumlarni qaytarib turasan deb. Turkmanlar buni ortig'i bilan bajargan. Ne tolqa hujumlarni qaytargan, momosini ko'rsatib bergan Eronni. Qoraqalpoqlar bizning qardoshimiz, bir tuproqda birga yashayotgan birodarlarimiz. Konstitutsiyada ular uchun alohida bobning qoldirilishi keyinchalik ham separatistlar qo'liga cho'p beradi. Gapimning so'ngida Qoraqalpoq elini miyasini chayqatayotgan separatist to'dalarga aytar so'zim shu: O'zbekistondan ayri yashamoqchimisiz? 4 tomoningiz qibla, chiqib keting. Lekin O'zbekistonning yerini sizga berib qo'yadigan ahmoq yo'q bu yurtda. Qoraqalpoq masalasi bo'yicha mening shaxsiy fikrim mana shu. Koreya yaxshimi, O'zbekiston yaxshimi? Kalabasin sasi. Sen Koreysanba, Qoraqalpoqsanba? Qalabaqqa. Qoraqalpoqsanba? Ava. Shanum. Dehan ne? Dehan. Koreypa, Qoraqalpoqpa? Koreya. Koreya? Sen Qoraqalpoqsanba tek? Ava. Жаным deydi. Umre yaxshiladi. Mana bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Qo'ng'irot bo'laman, Qozoqli qavmdan. Mana akalarim biz yonimizga kelibdi. Arabistonda ishlaymiz. Sho'manaydagi qozoqlarning bariga salom de. Nimaga? Sho'manaydagi qozoqlarda hammasiga qavmlarga mendan salom. Men ham qozoqliman aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Makkaga kelsangiz kelasiz, xudo xolasa. Qavmga Qoraqalpoq bo'ladi. Bunaqa Qoraqalpoq ham söylesin. Surxondaryodaman, o'zim Qoraqalpoqman. Qavmga Qoraqalpoq. Mayli, bo'ldi, o'chirdim men. %80'den anlıyorum yani. Ağan biletken Qoraqalpoqcha. Qoraqalpoqcha söylüşmüş. Söyle bakayım şimdi. Ruhun nedir? Ruhun ne senin? Ben Kazayaklıyım. Ben Koldoğlu. Koldoğlu ha? Koldoğlu. Koldoğlu kim vardı ya? Koldoğlu, Timur Koldoğlu. Ha, Timur Koldoğlu. Şimbey Koldoğlu'dan ben, Şimbey Koldoğlu. Qoraqalpoqning yuvallar deysen qo'ya. 3 yıl ben ondan gittim. Yüksel. Biz fazla kaldık. Bir ay 20 güne kaldık geldik öyle. Lüks beğeniyor mu de?
Güzel. Qaralpaqcha tushunayotgan bak. Sen Karakalpakça öğrendin mi? Konuşmuyorum, düşünüyorum. Bilesem var desa, bilesem Hepsini var. anlıyorum. %80'ini anlıyorum yani. Ağaң biletken Qaralpaqcha. Qalpaça söyleymiş. Söyle bakayım şimdi. Ruhun nede? Ruhun ne senin? Kayratşan aytkan eкен көрші тауды нөкіске алыс емес қоңсы тауды терменің атысындай көтерілді самал жырау есті жауын жауды ырқаным соны жаз деп ұйқылатпайды сен деген адам жазған алатауды айтайын кіндік ханым тамған жерді көтерін қане достар Қаратауды ассалам Өзбекстан Қарақалпақ бабаңнан мирас қалған менде ұрпақ мейірім сен арманым жоқ Амударияның суын ұртлап абырайды қолдан бермей көтеремін беліме түссе дағы қанша салмақ далада қалдырмасау деп ойлаймын ақсақал інілерге сәлем жолда ақылға парасатқа байқаламнан сағындым бірге өскен қиналсам шықпайтұғын айналамнан өзіңе арналатын қосық жырды есітіп жүрген едің қай балаңнан шайқана деп сенің үшін жанымды піда еткен бір балаңман бір балаңман ей ол балаңман қандай бір қайсы елде жасасаң да еліңнен артық елді таба алмайсың толтырып аузыңа жұтсаң дағы керектен артық демді ала алмайсың қаншама алдасаң да сырашылар айды сен етекпенен жаба алмайсың мінген қанша тұлпар болса дағы күтімсіз сірә алда шаба алмайсың дәртлерім айта берсем кетер мекен періште құлағына жетер мекен япырмай бұл күндерім қалай болды бұларда ұмыт болып өтер мекен қасқырдай жоғарыға ұлғи берсем дауысым қарекеңе жетер мекен тәуекелде бауылға келсем егер орным есік бекен я түрмекен айтатын сөздерім қосық тақма жауында қатты жауса шағары шақмақ уақытында тәубе қылып түсінгенмен негізі қалған екен құдай сақлап шыңына алатаудың көтерілсем ауылға қарай бердім жалтақ себебі таудың басы ақтар болса ал менің басымдағы қара ауылдан көрген басқа жұлдыз айды естесем сүйеклерім сырқырайды сағыныш шыдамларым таусылған соң аузымнан қосып болып шашырайды Ибраим болмаса да шыраз балаң
Öz halkım kosuq beni asıraydı. Sözlerim suyuk jarıp çıksa dağı bərber sağınışım basılmaydı. Yağdırıp gün şaşılsın asmanına, sözümnün tüsününlür astarına. Ne yazsam sabah olsun dep yazganman, kaleken Almatımның jastarına. Sözümdü toktatayın tüspey durup, atadan murat kalgan dastanına. Garisiz yelim menin aman bolsun, bakıp sözü olsun baslarına, 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 baslarına. Bir dostum şahırıptı. Böylesiz dostlarımdı. Hazırım şeyhalarımız Almatı'da, Almatı'da. Bir dostum ayılarımız hazırım şeyhalarımız Almatı'da, Almatı'da. Şan dostlarım, dostlarım hayda, sağlarım şürmekin Almatı'da. Almatı'da, şan dostlar şürmekin, ömürüm bilmekin. Dostlarım hayda, sağlarım şürmekin Almatı'da. Almatı'da. Bağı aralar, yüreğimde yaralar, sağındırardı sol, sürdürdü jazalar. Ben sağan aşığım, gitardı sabalar. Siz ulu edin, siz ulu edin, birinci motada. Sen o segizdeydin, sürdürdü jazalar. Ben sağan aşığım, gitardı sabalar. Sen 18'deydin, sürdürdü jazalar. Ben sağan aşığım. Hayır, rahmet. Bitti ja. Pul pava ja.